Сәлематсыздар ма, менің құрметті гүлсегіш достарым. Мынау сіздерге осыдан 2 ай бұрын ба мен галаксинияны егіп көрсеткен болатынмын. Енді менде де қателік жіберіп жатырмын. Енді күн ыстық болды, конечно, но енді совсем күнге қойған жоқпын да, бірақ терезенің алдына қою керек қой. Енді егіп, мына күннің ыстығынан терезеден түскен неге мына күнге мен күйіп кетті деп ойлаймын бұны. Міне бұл шықпай қалды. Галаксиния шықпай қалды, өте ыстық болып кетті. Мына үстіндегі аппақ болып точка солай, дәндері солай жатыр. Өзім кішкене өкініп қалдым да, менде бұндай болмайтын еді. Енді сіздерге қазір көрсетейін. Міне, мынау соңынан еккен галаксиниям. Бұны 14 июньде ектім. Мынау қазір июль. Мынау галаксинияны ектім. Екеуінде 5-5 штуктан 10 штук, содан тек қана 7 шықты. Бұны енді мен бер жағына ұстап, сонда да мына кішкене бойы кетіп жатыр, көріп тұрсыздар. Ұстап, мына бер жағына шкафқа ұстап, терезенің алдына қоймай, мынандай лампочкаге, міне, мынандай лампочканың астына қойып, аздап топырақтары көгеріп отыр екен. Лампочканың астына қойып, мынандай мен баптап бұны өсіріп жатырмын. Енді июньнің 14-нен июльдің 14-інде 1 ай болды. Бүгін 24-ті, 24 ме, 25 ме. Міне 1 айдың төрсі. Бұл енді 1 аптада шықты. Обал не керек, 1 аптада шықты. Терезенің алдына қойған жоқпын, күйдірмейін деп қорықтым. Міне сол галаксиниямды енді мынау құлақтанып жапырақтарын беріп жатқасын, бұны өз орындарына орналастырып егейін деп жатырмын. Сіздерге соны көрсетейін деп тұрмын. 10 штуктан 7 шықты. Соны қазір егеміз. Міне қазір біреуін егіп көрсеттім. Бір қолмен егіп тұрғасын кішкене ыңғайсыз болып тұр. Міне біреуін ектім. Енді келесін егіп көрсетейін. Қазір баламды шақырып алып видеоға түсіртейін. Айтпесе өзім түсіріп бір қолмен егіп, бір қолмен түсіре алмаймын ғой. Қазір баламды шақырып алып тұрмын. Енді сіздерге көрсетейін. Міне мынау екінші горшогымды дайындап. Мынау ішіндегі ақтары перлит. Перлит туралы мен сіздерге айттым. Влаганы сақтайтын, астын тамырын шіртпейтін, бір перлит дейтін, бұл бір жақсы нәрсе. Так, вилканың көмегіменен міне бүйтіп алып тамырын дұрыстап, бісміллә, міне көрініп тұр ма? Өйстіп әкеліп, міне жапырағы өте нәзік. Қалғандарында өйстіп әкеліп отырғызамыз. Көрініп тұр ма? Міне осылай бәрін егіп шықтық. Жаңағы 7 менің өскен отростықтарым. Міне 7-еу, 1-еуі, 2-еуі, 3-еу, 4-еу, 6-еу, мен 7-еу. Енді бұларға мен суғым, сіздерге айттым. Пульверизатормен құям деп мынандайда, пульверизатор, потому что ылғытып құя алмаймыз. Бұны астынан суарады негізі, бірақ қазір картошкасы жоқ. Мен бүйтіп жайлап осылай, міне. Мен өйстіп пульверизатормен құям суды. Осылай маған ыңғайлы. Пульверизатормен. Мен алдында да түсірейін деп, басында еккенде ойлап едім. Ана бір түсіргенімді көрсете алмай қалдым, сосын өлтіріп алармын деп тағы қорықтым. Енді мені қазір мынау кішкене өсіп еккесін сіздерге түсіріп жатырмын, сонда да жүрексініп қорқып тұрмын. Өлтіріп алам ба, осыны енді гүлдегенше мен до конца апаруым керек қой. Сіздерге жаңа фотосын көрсеттім, енді сондай болып гүліне дейін мен жеткізуім керек. Үлкен жауапкершілікте тұрмын. Сол үшін көрсетуге бір жағынан қорықтым. Өлтіріп алармын деп. Енді галаксиния өзі сондай бір гүл ғой. Әдемі өте. Енді осының гүлдегенін күтеміз.
Міне глоксинияны дәнінен шыққан осылай пикировать еттік, пикировка жасадық. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып, менің каналыма жазылып, қалған видеоларды қараңыздар. Комментарий жазыңыздар. Комментарий жазып жатқан қыздарға көп рахмет. Алла разы болсын сіздерге. Заман тыныш болсын. Аман болайық. Сау, саламатта болыңыздар. Пока-пока.